Қайырлы күн 10-шы сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы өркениеттер арасындағы қарым-қатынастардың әскери-саяси саласы деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге креш жорықтарының себептері, барысы мен нәтижелері туралы ақпарат аламыз. Еуропа мемлекеттеріндегі отарлық экспансияның себептері, түрлері, әдістері, зардаптары туралы талдау жасаймыз. Араб-Израиль қақтығысының пайда болуының себептерін анықтап, шешу жолдарына ұсыныстар білдіретін боламыз. 11-13 ғасырлардағы креш жорықтары. Креш жорықтарының себептері: бірінші, діни. Христиандар үшін қасиетті саналатын Иса пайғамбар жерленген Иерусалимді мұсылмандардан азат ету. Рим папасының шығыстағы православия шіркеуін бақылауына алып, бүкіл христиан әлеміне жалғыз билеуші болу амбициясы. Жорыққа қатысқандардың барлық күнәларын кешіріп, қайтыс болған жағдайда жұмаққа баратынына уәде ету және отбасы мүшелерін шіркеу қамқорлығына алуға сендіру. Екінші, әскери. Түрік селжұқтарының қысымына шыдай алмаған Византия императоры бірінші Алексей Комниннің батыс Еуропадан көмек сұрауы. Еуропадағы өзара ішкі соғыстарды тоқтату үшін рыцарлардың күшін сыртқы жауға бағыттау. Жаңа жерлерде әскери бекіністер салып, мұсылмандардан шекараны қорғау. Үшінші, әлеуметтік. Батыс Еуропадағы майорат заңына байланысты жердің үлкен ұлға мұраға қалдырылып, күнкөрісі қиындаған кіші ұлдардан құралған рыцарлар тобының қалыптасуы. Басыбайлы шаруалардың феодалдық езгіден құтылып, шығыста бостандық пен жайлы өмір іздеуге ұмтылуы. Шіркеудің жорыққа қатысушыларға қарыздарын кешіруге берген уәдесі. Төртінші, экономикалық. Шығыстағы алтын мен жібектің мекені ретінде сипатталып, халықты байлыққа кенелуге қызықтыруы. Еуропада орын алған қуаңшылық пен індеттер салдарынан орын алған демографиялық және шаруашылықтағы дағдарыс мәселелерін жаңа жерлерді бағындыру арқылы шешу. Италияның Венеция және Генуя сияқты ірі қалаларындағы көпестердің Жерорта теңізіндегі сауда жолдарын өз қолдарына алуға ұмтылысы. 1095 жылдың наурызында Францияның Клермон соборында Рим папасы 2 Урбан жалынды сөз сөйлеп, қасиетті орынды дінсіздерден азат етуге шақырды. Қатысушылар Құдай осыны қалайды деп айқайлап, матадан крест қиып, киімдеріне тігіп алды. Сол себепті бұл креш жорықтары деп аталды. Бірінші креш жорығы. Алғашқы креш жорығына уағызшы Петр Аменскийдің бастауымен шаруалар және қала кедейлері аттанды. Олар 1096 жылы Константинопольге жетіп, рыцарлар жасағының көмегін күтпей, кіші Азияға жорығын бастап кетті. Нашар қаруланған, әрі әскери дайындықтары жоқ крешшілерді түріктер еш қиындықсыз талқандап тастады. 1097 жылы Византия астанасына Франция графтары Раймонд Лузский, Роберт Фландерский, епископ Адемар, герцог Готвит Булонскийдің оңдаған мың әскері жиналды. Жорыққа қатысқан феодалдар арасында ауызбіршілік болған жоқ. Әрқайсысы өздерін артық санап, бір-біріне бағынғысы келмеді. Олар үлкен қиындықпен Никея бекінісін алды. Маусым айында Киликия бекінісіне жетті. Жергілікті тұрғындар, яғни армяндар, оларды құтқарушылары ретінде қарсы алды. Крешшілердің бір тобы әр қарай жорыққа аттанудан бас тартып, осы жерде қалды және Эдес графтығын құрды. 7 айлық қоршаудан кейін крешшілер Антиохия қаласын азат етті. Әскердің бір бөлігі әрі қарай барғысы келмей, Антиохия князьдігінің негізі қаланды. 1099 жылы маусымда крешшілер Иерусалим қаласына келіп жетті. Қамал бұзатын құралдардың көмегімен 15 шілдеде қалаға басып кірді. Готфрид Булонский осы жерде Иерусалим корольдігінің құрылғанын жария етті. Палестина жерінде құрылған христиан мемлекеттерін қорғау үшін тамплиерлер, госпитальерлер, иониттер және тевтондықтар секілді діни рыцарлық ордендер құрылды. Екінші креш жорығы. 1147-1149 жылдар аралығында екінші креш жорығына 70 мыңға жуық адам қатысты және оларды Франция королі 7 Людовик пен Германия императоры 3 Конрад басқарды. Екі билеуші бір-біріне бағынбай жеке дара соғыстар жүргізді. Дарейлей, Ханами,
Дамаск бекіністеріне жасаған шабуылдары сәтсіздікке ұшырады және әскер арасында індет таралды. Иерусалим корольдігінің жерін кеңейту мүмкін еместігіне көздері жеткен Конрад пен Людовик Еуропаға қайтты. Үшінші крес жорығы. Египет билігіне келген Салахаддин кресшілерді Тивериат өзені маңында тас-талқан етіп жеңіп, 1187 жылы Иерусалимді қайтарып алды. Осыған байланысты Еуропада үшінші крес жорығы ұйымдастырылды. Германия императоры 1 Фридрих Барбаросса, Франция королі 2 Филипп Август, Англия королі 1 Ричард басқарған рыцарлар шығысқа бет алды. Өзеннен өту кезінде 1 Фридрих Барбаросса суға батып кетті. Ауыр сауытты императорды серіктері құтқара алмады. Қолбасшысынан айырылған неміс рыцарлары аттың басын кері бұрды. Француздар мен ағылшындар теңіз арқылы Палестинаға келді. Бір-біріне көмектеспей, жеке дара жүргізген шабуылдары нәтиже бермеді. Ағылшындар Кипр аралын мұсылмандардан азат етіп, Кипр корольдігін құрды. 1192 жылы 1 Ричард Салахаддинмен бейбіт келісімге қол қойды. Төртінші крес жорығы. Шығысқа жаңадан жорық жасауға 3 Иннокентий папа үндеу жариялады. Төртінші крес жорығы 1202-1204 жылдар аралығын қамтыды. Кресшілер Палестина жерін мұсылмандардан азат етті. 1204 жылы көктемде Константинопольді шабуылмен алды. Кресшілер сарайлар мен храмдарды қиратып тонады, көптеген көне қолжазбаларды өртеп жіберді. Осы кезде кресшілердің тонаушылық, жаулаушылық мақсаттары айқын көрініс тапты. Жаулап алынған Византияның орнына Латын империясы құрылды. 5-ші крес жорығы. 1217-1221 жылдар аралығында Египетті жаулап алу мақсатында 5-ші крес жорығы ұйымдастырылды және оған Венгрия королі 2 Андраш пен герцог Леопольд Австрийский басшылық етті. Олар Дамаск, Наблус, Бейсан бекіністерін басып алды. Тавор бекінісіне шабуылдағы сәтсіздіктен кейін король 2 Андраш еліне қайтты. Венгрлердің орнына Палестинаға 1218 жылы Голландия рыцарлары мен немістердің жаяу әскері келді. Олар 5 ай бойы Дамиетта бекінісін қоршап, ақырында шабуылмен алды. Қаладағы 80 мың адам аштық пен ауруға шалдығып, 3 мыңы ғана аман қалған еді. 1220 жылдың шілдесінде Ніл өзені тасып, бекіністі су басты. Мұсылмандар жолдың барлығын кесіп тастады. Кресшілер бейбіт келісім сұрады. Бұл кезде моңғолдар Ирак жеріне келіп жеткен болатын. Осындай жаңа қауіп туындағандықтан египеттіктер кресшілердің талабын орындап, жолды ашуға мәжбүр болды. 6-шы крес жорығы. 1228-1229 жылдары 6-шы крес жорығын Германия императоры 2 Фридрих Гогенштауфен басқарды. Фридрих Иерусалим королінің күйеу баласы болғандықтан қайын атасына қол ұшын беруді жөн санады. Ол Сирия әмірлерімен соғыс жүргізіп жатқан Египет сұлтаны Әл-Камелмен кездесіп, Иерусалим корольдігіне қарасты аймақтарды өзіне беру жөнінде келіссөз жүргізді. Қарымта ретінде сұлтанның барлық жауларына қарсы көмек беретінін мәлімдеді. 18 наурызда кресшілер Иерусалимге соғыссыз кірді. 7-ші крес жорығы. 1248-1254 жылдар аралығында 7-ші крес жорығын Рим папасы 4 Иннокентий ұйымдастырды. Жорықтың мақсаты 1244 жылы сұлтан Ас-Салех Аюб Наджмиддин жаулап алып, барлық христиандарды қырып тастаған қасиетті қала Иерусалимді қайтадан қайтарып алу болатын. 1249 жылдың маусымында Франция королі 9 Людовик басқарған кресшілер Египетке келіп, Дамиеттаны жаулап алды. 1250 жылы ақпанда Мансұр бекінісі кресшілердің қолына өтті. Алайда Муазам Тұран сұлтанның әскері жағалаудағы кресшілердің кемелерін өртеп жіберді және қаланы қоршауға алды. Аштыққа ұшыраған кресшілер келісімге келуді өтінді. Тұтқынға түскен Франция королі 9 Людовик 200 мың ливр ақша төлеп қана бостандыққа шықты. Азаттық алған 9 Людовик азғантай рыцарлармен Палестина жерінде 4 жыл бойы тұрып қосымша күшті күтті. Алайда көмек келмеген соң 1254 жылы сәуірде Францияға қайтты. 8-ші крес жорығы. 1268 жылы Египеттегі мәмлүктер билеушісі Бейбарыс сұлтан Яфа мен Антиохияны басып алып, христиандарға қауіп төндірді.
Оларға көмектесу үшін 1270 жылы ұйымдастырылған соңғы күрес жорығын тағы да Франция королі 9 Людовик басқарып 10 000 әскерімен Тунисті жаулап алуды көздеді. Алайда жағалауға түсісімен күресшілер арасында оба індеті тарады. Аурудан 9 Людовик көз жұмды. Күресшілер арасында алауыздық орын алды. 1271 жылы мұсылмандар Акра қаласын басып алды. Жеңілген күресшілер Еуропаға қайтуға мәжбүр болды. Күрес жорықтарының салдары. Батыс Еуропа елдері тарапынан жүргізілген әділетсіз басқыншылық соғыстар шығыс өркениетінің дамуына кедергі келтірді. Мұсылман елдердің шаруашылығы күйзеліске ұшырады, мәдениетіне орны толмас зиян келді. Батыс Еуропа үшін пайдалы жақтар көп болды. Жерорта теңізіндегі сауданың қызуынан солтүстік Италия қалаларының көпестері мол пайда тапты. Күресшілер мұсылман халықтарынан тамақ ішер алдарында қолдарын жууды, моншаға түсіп іш киімдерін, төсек орындарын ауыстыруды, әдемі киінуді, ас ішкенде қолына шанышқы пайдалануды үйренді. Күріш, лимон, өрік, қарбыз өсіруді Европада қолға алды. Жібек мата тоқуды, айна жасауды, қағаз шығаруды, металды сапалы өңдеуді бастады. Тапсырма: 4 топқа бөлініп, 11-13 ғасырлардағы күрес жорықтары тақырыбына свод талдау жасаңыздар. Он 16-17 ғасырлардағы отарлық экспансия. Күрес жорықтарының нәтижесінде батыс пен шығыс арасында тығыз сауда қатынасы орнады. Еуропа тамаққа пайдаланатын түрлі дәмдеуіштерді білді. Үнді, араб, парсы маталары, зергерлік бұйымдар мен сән салтанатқа арналған дүниелерді көрді. Алайда түріктер 1453 жылы Константинополь қаласын жаулап алып, шығыстан әкелінетін тауар бағасын бірнеше есе қымбаттатып жіберді. Тауарлар үшін есеп айырысатын алтын және күміс теңгелердің шығысқа қарай ағылуы Батыс Еуропада бағалы металдар дағдарысын туындатты. Батыс Еуропа билеушілері шығыс тауарларын өз бағасына сатып алатын теңіз жолдарын іздестіруге, жаңа жерлерді бағындыруға жоспар құруға кірісті. Жоспарды жүзеге асыру үшін желкенді кемелер құрастырылды. Бағытты анықтайтын карта, компас, астролябия ойлап табылды. Әскер білтелі мылтық және зеңбірекпен қаруланды. Португалдықтардың 1415 жылы Африканы жаулап алу идеясы сәтсіз аяқталды. Өйткені рыцарлардың аттары Африка құмдарында жүруге икемсіз болып шықты. Енді Африканың жағалаулары арқылы теңізбен жүзуге шешім қабылданды. 1487 жылы португалдық Бартоломеу Диаш Африканың оңтүстігіне жетіп, Үнді мұхитына апаратын өткелді тапты. Генуялық саяхатшы Христофор Колумб Испания короліне Үндістанға ашық мұхитта батыс бағыты арқылы жетуге болатыны туралы тамаша жоспар ұсынды. 1492 жылы экспедиция барысында Колумб еуропалықтар үшін жұмбақ болып келген Американы ашты. Жаңа құрлықтың байырғы тұрғындары еуропалықтарды достық ниетпен қарсы алды. 1498 жылы португалдық Васко да Гама Үндістанға апаратын теңіз жолын ашты. Олар одан әрі Қытайға да жетті. Теңіз жолдарындағы Испания мен Португалияның бәсекелестігі тарихта тұңғыш рет әлемді бөлісудің іргетасын қалады. 1494 жылы Рим папасының қатысуымен келісім жасалды. Яғни Атлант мұхитының Азорск аралдарының батысындағы жерлер Испанияға, шығысындағы жерлер Португалияға тиесілі болып бекітілді. 1519-1522 жылдары Фернанд Магеллан әлемді тұңғыш рет айналып шығып, Үндістанға апаратын батыс жолды ашты. 16 ғасырда Америкаға испандық және португалдық экспедициялар келе бастады. Конкистадорлардың, яғни жаулап алушылардың азғантай әскері отты қарулары мен аттарының арқасында үндістерден басым болды. Олардың мақсаты алтынға бай аймақтарды табу еді. Сондықтан кен орындарында үндістерді қинап жұмысқа салды. Аяусыз қырып жоюға ұшыраған үндістердің орнын кейін Африкадан әкелінген құлдар басты. Испандық конкистадорлар қазіргі Бразилия аумағының Юкатан түбегіндегі Майя мемлекетін, Мексика аумағындағы Ацтектер мемлекетін,
Перу, Боливия, Эквадор, Аргентина аумағындағы инктер мемлекетін жаулап алып, байырғы өркениетті жойып жіберді. 16 ғасырда Солтүстік Американы Франция мен Англия жаулай бастады. Француздар Канаданы өз иеліктеріне алса, ағылшындар Солтүстік Американың шығыс жағалауын игере бастады. 17 ғасырда француздар Миссисипи өзені маңын иемденіп, бұл аумақты Луизиана деп атады. 1607 жылы ағылшындар Солтүстік Американың шығыс жағалауында Вирджиния колониясының іргетасын қалады. Англия мен Франциядан қоныс аударғандар алғашқыда жергілікті халықпен бейбіт қарым-қатынас жасап, егіншілікпен, аңшылықпен және балық аулаумен айналысты. Біраз уақыттан соң өздеріне бағынғысы келмеген үндістерді аяусыз қырып жоюға кірісті. Олар, жабайылар, бұл жерден кетуі керек, жақсы үндіс, өлі үндіс деген ұран тастады. Үнді мұхиты мен Африканың айналасындағы теңіз жолдарын өздеріне қаратқан португалдықтар Азияны жаулауға кірісті. 1510 жылы Үндістандағы Гуана иемденген португалдықтар Парсы шығанағы Малай аралдары, Қытай және Малуккан аралдарына қалай жылжыды. Бекіністер жүйесіне сүйенген олар жергілікті ақсүйектерді өздеріне алым-салық төлеп, төмен бағада тауарлар сатуға міндеттеді. 17 ғасырдың басында отаралаушы экспансияны Голландия, Англия, Францияның сауда компаниялары ығыстырып шығарды. Ағылшындық Ост-Үнді компаниясы 1600 жылы құрылған компания ағылшындық отарлау саясатында үлкен роль атқарды. Ол Үндістан мен Қытай арасындағы сауда қатынасында монополиялық құқыққа ие болды. Англияның бәсекелестері Голландия мен Францияға қарсы соғыстарға қатысты, жеке әскер мен флот ұстады. Майсур князьдігін жаулап алудан бастаған ол 1849 жылы бүкіл Үндістанға құдіретін орнатты. Апиын егіп, оны контрабандалық жолмен Қытайға сату компанияның басты қаржылық жүйесін құрады. Үнді жауынгерлері сипайларды пайдаланып, Бирмаға, Ауғанстанға соғыс ашып, басқыншылық саясатты жүргізді. Голландиялық Ост-Үнді компаниясы 1602 жылы үкіметтің тапсырмасымен құрылған компания қайырымды үміт мүйісінен Магеллан бұғазына дейінгі аралықта кеме арқылы сауда жасауға монополиялық құқықты иеленді. Оған барлық шетелдік кемелерді тұтқындауға, бекіністер мен факториялар салуға, ақша құюға, әскер ұстауға, жаулап алынған аумақтарда сот және әкімшілік билік жүргізуге рұқсат етілді. Голландиялық Вест-Үнді компаниясы 1621 жылы құрылған компания Америка мен Африкадағы отарлық саясатты жүзеге асыруға үкіметтен рұқсат алды. Бразилия, Кариб теңізіндегі аралдар, Африкадағы Кап аумағында сауда-саттық байланысты жандандырды. Жаңа құрлықтардың ашылуымен олармен тұрақты байланыстар әлемдік экономиканың қалыптасуына әкелді. Еуропалықтардың Азия, Африка, Америка елдерін тонау нәтижесінде жинаған байлықтарын индустриалды қоғам қалыптастырудағы маңызды факторлардың бірі болды. Нәтижесінде еуропалық мемлекеттерде капиталистік қатынастар жылдам өркендесе, отар елдердегі қоғам құлдық және феодалдық қанау деңгейінде қалды. Тапсырма: 4 топқа бөлініп, 16-17 ғасырлардағы отарлық экспансияға свод талдау жасаңыздар. Араб-Израиль қақтығысы және Палестина мәселесі. 1920 жылдары Ұлыбританияның басқаруында болған Палестина аумағында арабтар мен еврейлер қатар өмір сүрді. 1947 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Палестина жерінде тәуелсіз араб және еврей мемлекеттерін құру туралы шешім қабылдады. 1948 жылдың 15 мамырында Палестинадағы еврей тұрғындарының халық кеңесі ұйымының өкілдері Израиль мемлекетін жариялады. Айналадағы араб мемлекеттері бұл шешіммен келіспей Израильге қарсы соғыс жариялады. Бірінші Араб-Израиль соғысы 1948-1949 жылдарды қамтыған бірінші Араб-Израиль соғысында Израиль жеңіске жетіп, Иерусалимнің батыс бөлігін және Біріккен ұлттар ұйымының араб мемлекетіне арнап бөлген аумағының бір бөлігін басып алды. 1 миллионнан астам арабтар көрші мемлекеттерге бас сауғалап босқындарға айналды. Екінші Араб-Израиль соғысы. Египет
Суэц каналын мемлекет меншігіне алып, Израиль кемелерінің канал арқылы өтуіне тыйым салуы екінші Араб-Израиль соғысының басталуына түрткі болды. 1956 жылдың 30 қазанында Израиль әскері Египетке шабуыл жасап, Синай түбегін және Газа секторын басып алды. 31 қазанда Ұлыбритания мен Франция Египетке қарсы әскери іс-қимылдарды бастады. Біріккен ұлттар ұйымының араласуымен Египеттегі ұрыс қимылдары 7 қарашада тоқтатылды. Израиль әскері Синай түбегі мен Газа секторынан кетті. Үшінші Араб-Израиль соғысы. 1967 жылдың 5 маусымында басталған бұл қақтығыс 6 күндік соғыс деген атауға ие болды. Израиль Египеттің Синай түбегін, Газа секторын, Иорданиядан шығыс Иерусалимді, Иордан өзенінің батыс жағалауын, Сириядан Голан қыраттарын басып алды. Тағы да Біріккен ұлттар ұйымы араласып, соғыс тоқтатылды. Төртінші Араб-Израиль соғысы. Палестиналық арабтар тұратын аудандардың барлығы Израиль билігіне қарады. 1968 жылы Палестинаны азат ету ұйымының жетекшісі болып ұсынылған Ясир Арафат Израильге қарсы диверсиялық лаңкестік соғысты бастауға үндеу тастады. 1973 жылдың 6 қазанында Египет пен Сирия айырылып қалған аумақтарын қайтару үшін Израильге шабуыл жасады. 3 аптадан соң Израиль әскері арабтардың шабуылын тоқтатып, оларды шегіндіре бастады. Біріккен ұлттар ұйымының араласуымен 25 қазанда соғыс қимылдары тоқтатылды. 1978 жылы Кемп Дэвидте Египет, Израиль және ақш басшыларының қатысуымен қарсыласушы тараптар арасында бейбіт келісімге қол қойылды. 1979 жылы Израиль Синай түбегінен әскерін алып кетті. 5 Араб-Израиль соғысы. 1970 жылы Ливанда штаб-пәтерін ашқан Палестинаны азат ету ұйымы бұл келісімдерді мойындамай Израильдерге шабуылдар жасауын тоқтатпады. 1982 жылы Израиль әскері Ливан жеріне басып кірді. Осылайша 5 Араб-Израиль соғысы басталды. Палестинаны азат ету ұйымының әскери күштері жеңіліп, Ливанды тастап шықты. Штаб-пәтерін Туниске көшірді. Израиль Ливанның оңтүстік аймағына әскерін орналастырды және оны қауіпсіздік аумағы деп жариялады. 1983 жылы Ливан мен Израиль арасында бейбітшілік туралы келісім жасалды. Ал 1985 жылы Израиль әскері Ливаннан шығарылды. 1987 жылы Израиль басып алған Газа секторының аумағындағы жер мен Иордан өзенінің батыс жағалауында палестиндік интифиада, яғни жаппай көтеріліс басталып 2 жылға созылды. 1991 жылы Мадридте таяу шығыстағы жағдайды бейбіт реттеу жөнінде конференция ұйымдастырылды. Оған Израиль мен оған қарсы араб мемлекеттері және Палестинаны азат ету ұйымының өкілдері қатысты. Палестина жағы Израиль өзі басып алған аумақтан әскерін әкеткен жағдайда Израильді мойындайтындықтарын жеткізді. Израиль болса 1967 жылы соғысқа дейінгі болған жағдайды қалпына келтіруге әзірміз деп мәлімдеді. 1993 жылы Израиль мен Палестинаны азат ету ұйымы бір-бірін мойындау туралы келісімге келіп, Газа мен Иерихон секторында палестиналық өзін-өзі басқаруды ұйымдастырудың принциптері туралы декларацияға қол қойды. Осылайша бұл аумақта болашақта автономия құрылатыны белгілі болды. 1995 жылы Израиль мен Палестинаны азат ету ұйымы арабтар тұратын 6 қаладан Израиль әскерін шығарып, ол жерде Палестин әкімшілігінің сайлауын өткізуді жоспарлады. Алайда 2000 жылы Палестинаны азат ету ұйымының лаңкестері қақтығыс ұйымдастырып, соңы екі ел арасындағы жанжалға ұласты. 2003 жылы ақш пен Израильдің қысымымен Палестинаны азат ету ұйымының басшысы Ясир Арафат Палестина автономиясының Махмуд Аббас жетекшілік ететін жаңа үкіметін жасақтауға келісті. ақш президенті Джордж Буш, Израиль премьер-министрі Ариэль Шарон, Палестина автономиясы үкіметінің басшысы Махмуд Аббас жол картасы бағдарламасын қабылдады. Жоспар бойынша Палестина арабтардың тәуелсіз мемлекетін құру, араб мемлекеттері мен Израиль қатынасын қалпына келтіру және жалпы соғысты тоқтату қарастырылды. Израиль 1967 жылдан бастап өз бақылауына өткен араб жерлерінің басып алынған аймақтар екенін тұңғыш рет ресми түрде мойындап, Газа секторындағы еврей қоныстарын көшіре бастады. Бірақ жол картасына Израильдегі солшыл партиялар, ал Палестина арабтарынан Хамас ұйымы қарсы шықты. 2006 жылы
Палестинада өткен сайлауда Хамас тобы жеңіске жетті. 6-шы Араб-Израиль соғысы. 2006 жылдың жазында Израиль Ливанға әскерімен басып кірді. 6-шы Араб-Израиль соғысының тұтануына Хезболлах ұйымы лаңкестерінің Израиль шекарасына шабуыл жасап, 3 жауынгерін өлтіріп, 2-ін тұтқынға алып кетуі себеп болды. 34 күнге созылған шайқаста Израиль мақсатына жете алмады. Араға Біріккен ұлттар ұйымы араласып, екі тарап уақытша атысты тоқтатты. Израильді содан бері билікке келген саяси қайраткерлер арасында тәуелсіз Палестина мемлекетін құру идеясын қолдамайтындарын ашық білдірді. Тапсырма: 4 топқа бөлініп, Араб-Израиль қақтығысы және Палестина мәселесі тақырыбына свод талдау жасаңыздар. Үйге тапсырма: берілген тапсырмаларды жұмыс дәптеріне орындаңыздар.